Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып білім алушылары? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды зат есім. Бүгінгі сабақ мақсаты сіздер осы сабақта негізгі және туынды зат есімдерді анықтап, кең жолды дәптерге әріптердің көлемін сақтап, көлбеу, көркем жазуды үйренесіздер. Дәптерімізді ашып, бүгінгі ай күнді жазайық. 17 қаңтар сынып жұмысы. Балалар, сіздерге 5 сөз берілген. Осы сөздердің қатесін тауып, түзетіп жаза қойыңыздар. Әрбір сөзде бір қатеден бар. Дұрыс нұсқасын дәптерімізге үтір арқылы сөздерді көркем, әдемілеп жазып шығыңыздар. Ай мектеп. Аға, ұшақ деген атау ұш деген сөзден шыққан ба? Я, Дана. Ұшақ деген сөз туынды зат есім. Зат есімнің басқа да түрлері бар ма? Я, әрине. Зат есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Терезе, жол, қанат сияқты негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейміз. Ал орындық, белдік, жолаушы, ұшқыш сияқты түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім деп атайды. Аға, қараңыз. Мына ұшақтан от шығып келеді. Оны ұшқын дейді. Бұл да туынды зат есім. Көрме дегенде туынды зат есім екен ғой. Иә, біз көрерменбіз. Көрермен атауы да көр сөзінен туындаған зат есім. Екеуміз қатар тұрған орындарға отырсақ, көрші боламыз. Қайталайық. Негізгі және туынды зат есім. Зат есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған зат есімді негізгі зат есім деп атайды. Мысалы, терезе, жол, қанат. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім деп атайды. Мысалы, ұшқыш, белдік, көрші. 21 жаттығу. Мәтінді тыңда. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, жауап бер. Қазір мен сіздерге мәтін оқимын. Сіздер мәтінді мұқият тыңдайсыздар. Сосын осы мәтіннің мазмұны бойынша өздеріңіз дәптерге 3 сұраулы сөйлем құрастырып жазасыздар. Ал тыңдайық. Ананың асыл арманы. Баяғы заманда жұпыны ғана үйде бір әйел 3 ұлымен тұрыпты. Әйел өте шебер кісі екен. Ол үнемі торқа орамалды жібекпен кестелеп күнелтіпті. Бір күні әйел өзі кестелеген орамалдарын базарға сатуға апарады. Орамалдарын сатып болған соң дүкен аралайды. Бір дүкеннен сондай әдемі сурет көреді. Суретте жеміс ағашының ішіндегі әдемі үй, айналасындағы көгал, оны қақ жарып аққан су, бақта сайраған бұлбұл бейнеленіпті. Әйел бар ақшасына әлгі әдемі суретті сатып алады. Әйел үйге келген соң суретті балаларына көрсетеді. Сурет ұлдарына да қатты ұнайды. Шешесі былай дейді: «Осындай үйде мен де тұрарым екем», дейді. Кіші ұлы Сырбай: «Егер сіз осы суретті орамалға дәл өзінде етіп кестелесеңіз, сол суреттегі өмірдің ішіне өзіңіз де тұрғандай болар едіңіз», дейді. «Бұл да дұрыс екен, осылай етіп бір көрейінші», дейді де әйел кестелеуге кіріседі. Ана 3 жыл кестелеген орамалын сыртқа алып шығып, балаларын қасына шақырады. Орамалдағы ғажайып суретке 3 ұлы да таң тамаша қалады.
Не деген керемет кесте, ғажайып сурет қой, осындай да шеберлік болады екен-ау, деп таңданыпты олар. Балалар, ережені есте сақтайық. Зат есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейміз. Мысалы, ыдыс, кілем, аяқ. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім дейміз. Мысалы, кітапхана, суретші, үйшік. Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы. Сіздерге бірінші тапсырма берілген. Сөздерді оқып шығамыз. Негізгі зат есімдерді бір қатарға, туынды зат есімдерді екінші қатарға бөліп жазасыздар. Сосын, негізгі зат есім мен туынды зат есімдердің жұрнақ жалғауын анықтап, үстіне қарындашпен сызасыздар. Екінші тапсырма. Түбір сөздерге тиісті жұрнақтарды қосып, туынды зат есім жаса. Мысалы, дос, кітап, егін, орын. Міне, осы сөздерге қандай жұрнақтар жалғауға болады? Кітап, мысалы, кітап, хана, дос, тық, егін, орын, дық. Келесі сөздерді өздеріңіз тауып дәптерге жаза қойыңыздар. Үй жұмысы 22-ші жаттығу 17-ші бет. 22-ші жаттығуды оқулықтағы тапсырмасына қарап орындайсыздар. Және бүгінгі өткен негізгі және туынды зат есімнің ережесін жаттап келеміз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.